ішіне 2 жұмыртқа қостық, жарты стакан қант қостық. Сіз қанша порция істейсіз, соншалықты жұмыртқаны қолдансаңыз болады. Бір жұмыртқа салып та пісіруге болады, егер де аз ғана порция жасасаңыз. Мен кішкене көбірек жасайын деп 2 жұмыртқа салдым, және 200 граммдай қант. Тәтті жақсы көрсеңіз көбірек салуға болады. Одан кейін қазір жарты стаканмен сұйық май құятын боламын. Разрыхлитель және ванильный сахар қолдануға болады. Және ұн салып печеньеларымызды жасайтын боламыз.